Бақа бауырым, сен мына сөзіңді еркекше бір дәлелдеп кетші. 15 мың деп шақырып алып ақша берер кезде 13 мың береді шаққа деп, ол өтірік әңгіме. Сен тағы осы мектепке келдің ба, айтшы. Осы мектепте істедің ба? Дәлелдеші. Біздің балдар 15 мың алады. Сен бетіңді көрсетпеймін дегенше, сен подсобниксің, айтшы. Шыныңды айтшы. Мына жақта біреу сұраққа сұрап жатыр. Подсобниксің ғой. 15 мың төлене ме? Сен ақша алған кезде 13 мың береміз ба саған? Мына жақта көп сөйтіп жазып жатыр да. 15 мың дейді, ақша алатын кезде 13 мың теңге деп айтады дейді. Сонда шаққа береді дейді. Оны өтірік әңгіме. Мына жақта отыр, міне жігіттер істеп жатыр, міне қара жұмысты. Мыналар 15 мың деп келісті ме? 15 мың қолма-қол береміз. 8 күнде 10 күнде ақшасын жабады. Ақша қолма-қол. Міне жаңағы жігітте подсобник жігіт, ол кезде старший. Ол жігіт жоғары бұйырса жоғары шықты, көтеріледі. Алла бұйырса. Бізде 4 подсобник бар, міне. Біреуі жүр, екіншісі міне, ол старший. Үшіншісі ар жақта жүр. Міне, елеватор. Ол мен балам, жасырмайым. Онда подсобник қылып алдым. Міне төртіншісі қасында отыр, көмекші. Алма кезек жайлы өздері елік келіседі. 8-9 балаға кәменшік міне. Мына жігітте міне жүгірмек. Подсобник жігіт молодец. Старший, ол енді жоғары жүреді, жоғарыда. Бізде 20 мың, 30 мың деген жоқ, 15 мың теңге. Қалай істейді, солай береміз. Ақшасын бітірген бойда сразу қолма-қол. Так что көп өтірік әңгіме айтпа. Жарай ма, бақа? Ят болады, ер азаматсың, тем более.